Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен насихат, бүгін таңғы асқа немесе түскі асқа гранола жасайтын боламыз. Дәмі енді сөз жоқ, өте керемет, пайдалы тағам. Жалпы гранола деген сөз қайдан шыққанын, бұны қалай жеу керектігі жайлы қызықты мәліметтерді видеоның соңында айтамын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ысып тұрған қазанға сары майымызды салып, ертіп аламыз. Сары майдың майлылығы 82%-дан жоғары болғаны жақсы. Сары май толығымен ерігеннен кейін оттың астын өшіреміз, үстіне балымызды саламыз. Балды толықтай араластырып, ертіп алуымыз қажет. Корица болса, міндетті түрде корица қосыңыздар, себебі корица гранолаға ерекше дәм мен иіс береді. Ендігі кезекте жармамызды тәтті сұйықтығымызға салып, біртіндеп араластырып отырамыз. Видеода байқасаңыздар, мен аз-аздан салып, жақсылап араластырып алдым. Ыдысымызға пергаментті төсеп, енді жармамызды саламыз. Содан кейін барып жақсылап жайып тегістеп аламыз. Пешімізді 10 минут бұрын 180 градуста қыздырып аламыз. Содан кейін барып пешімізге салып жармамызды пісіріп аламыз. Пешке салғаннан кейін әрбір 5-7 минут сайын жарманы қасықпен араластырып отырамыз. Сол кезде бір келкі қызарып пісіп шығады. Енді біз дәнектерімізді майдалап турап аламыз. Мен миндаль, арахис, жаңғақ, мейіз қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Және де майдалап тураңыздар, немесе блендермен майдалап жіберсеңіздер де өте керемет болады. Мінеки бір 7 минуттай өтті. Мен жарманы араластырып, тағы да пешке салып пісіремін. Мінеки менің жармам пісіп шықты. Примерно 1 сағаттай пісті. Бір келкі қызғылт түс болды. Дәл осылай шығуы керек. Граноланы енді суытып аламыз. Одан кейін өзіңіздің қалаған дәнектерді салып, араластырып, контейнерге салып қойсаңыз болды. Бал ыстық пеште карамельденеді, сол себепті де жармаңыз қытырлақ болып тұрады. Граноланың ерекшелігі осы болып табылады. Жарма төменгі температурада піскеннен кейін ол өзінің витаминдерін сақтап қалады. Яғни ол адамға иммунитетін көтеруге, салмағын бір қалыпты ұстауға, әдемі сұлу болуына септігін тигізеді. Гранола Америка елінің таңғы асы болып есептелінеді. Жалпы граноланы сүтпен, айранмен, йогуртпен, сокпен араластырып ішсеңіздер болады, немесе өзін шаймен ішсеңіздер де болады. Менің видеом ұнаса, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.